Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ауызашар шайына арнап осындай шоколад пен банан қосылған өте жұп-жұмсақ, дәмі тіл үйіретін керемет торт пісіреміз. Және көпшілікке ұнайтын сергіткіш шайлардың бірі Ташкент шайын дайындайтын боламыз. Барлығының граммдарын, мөлшерін описание бөлімінен таба аласыздар. Осы видеоның атауының үстінен бассаңыздар, описание бөлімі ашылады. Ал ендеше біз кеттік. Бірінші тортымызды пісіруді бастаймыз. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге осындай 150 граммдай банан қажет болады. Кішкене қарайған жұмсақ түрлерінде алсаңыздар болады. Осы бананымызды шанышқының немесе блендердің көмегімен біркелкі болғанша жақсылап езіп аламыз. Одан кейін бөлек бір ыдысымызға бір жұмыртқамызды жағып саламыз. Оның үстінен қойытылған сүтімізді, яғни сгущенкамызды саламыз. Және жаңағы езіп алған бананымызды саламыз. Бөлме температурасында жұмсарып тұрған сары майымызды салып, барлығын миксердің көмегімен біркелкі болғанша жақсылап араластырып шығамыз. Осылайша барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін келесі кезекте құрғақ заттарымызды дайындаймыз. Електегі ұнымыздың үстінен какаоны саламыз. Менде рахаттың какаосы және бір шай қасық толтырып разрыхителімізді салып, осы електің ішінде араластырып аламыз. Ұнымызды сұйық массамыздың үстінен барлығын бірден салып жібермей, осылай екіге немесе үшке бөліп салып, миксердің көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Сүйікті көрермендерім, менің каналымда күнделікті осындай ауызашар дастарханына арналған мәзірлер шығып отыратын болады. Жіберіп алмас үшін төмендегі подписаться батырмасын және жанындағы қоңырауша белгісін басып, каналыма тіркеліп алыңыздар. Сонда сіздер әрбір шыққан жаңа видеоны бірінші болып көре аласыздар. Ал біздің тортымыздың қамыры осымен дайын болады. Көріп тұрғандарыңыздай осындай қоймалжың қамыр шығу керек. Ал енді пісіретін пергамент қағаздарын дайындаймыз. Асты алынатын диаметрі 18-20 сантиметрлік формамен осылай сызып өлшеп алсаңыздар болады. Немесе ондай форма болмаса, мен сияқты тарелкамен өлшеп кесіп алсаңыздар болады. Шамамен 8-9 пергамент қағаздарын сызып осылай дайындап аламыз. Ал енді дөңгелек форманың ішіне жаңағы дайындаған қамырымыздан 2 ас қасықтан салып, барлық жағына біркелкі етіп тегістеп жағып шығамыз. Маған бір ұнағаны, бұл қамыр ешқандай да капризный емес. Барлық жағына осылай тез-тез жағылып шығады екен, көп уақытты да алмайды. Сондықтан ерінбей бұл тортты міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ал енді осы қамырымызды пісіретін формамызға салып, алдын ала 160-170 градуста қызып тұрған пеште 3-4 минут аралығында пісіріп аламыз. Осылай пісіп шығу керек. Қалған қамырларымыздың барлығында дәл осы рет бойынша пісіріп аламыз. Бізде 8 немесе 9 корж осылай пісіп шығу керек. Ал енді келесі кезекте тортымыздың кремін дайындаймыз. Творожный сырдың үстінен қант ұнтағын, яғни сахарный пудраны себеміз және 33%-дан кем болмайтын салқын сливкиді кілегейімізді құйып, барлығын жақсылап миксердің көмегімен біркелкі болып массамыз қоюланғанша жақсылап араластырып шығамыз. Бізде өзінің бойын ұстайтын және ыдысты төңкергенде төгіліп кетпейтін қою крем шығу керек. Мінеке өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай біздің креміміз қою қалыпқа енді. Келесі кезекте біз тортымызды жинауды бастаймыз. Ең алдымен осындай бір ыдысымызға подложканы қойып аламыз. Тортымыз қазір жылжып кетпес үшін аздап кремнен жағып аламыз. Одан кейін жаңағы пісіріп дайындап алған коржымызды үстінен қоямыз. Үстінен кремімізді саламыз. Барлық жағына біркелкі етіп тегістеп жағып шығамыз. Үстінен келесі коржымызды қойып, оның да үстінен крем жағып аламыз. Осылайша крем корж етіп тортымызды жинап шығамыз. Тортты осылайша жинап алдық. Енді кремдерін жандарына да барлық жағына біркелкі етіп жақсылап жағамыз. Соңында осылай кремдерін тегістеп қойсаңыздар болады. Енді тортымыздың жанына аттестатная пленка кигіземіз. Ондай болмаса, мен сияқты осылай пищевая пленкамен орап қойсаңыздар болады. Кольцомызды кигізіп, жақсылап қысып, тоңазғышқа кем дегенде 3 сағатқа немесе бір түнге қалдырып қойсаңыздар тіптен керемет болады. Келесі кезекте тортымыздың үстінен құюға шоколадты ганаш дайындаймыз. Қазақстан шоколадының үстіне сливкиді құйып, водяной баняда немесе микротолқынды пеште ертіп аламыз. Тоңазғышта бір түн тұрған тортымызды шығарып, жанындағы
пленкасын шешіп, үстінен жаңағы дайындап алған шоколадты ганашымызды құямыз. Ганашты міндетті түрде суытып барып құйыңыздар, өйткені кремді ертіп жіберуі мүмкін. Осылайша шоколадты ганашымызды барлық жағына біркелкі етіп, тегістеп жағып аламыз. Одан кейін торттың бетін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдеп шықсаңыздар болады. Мен жандарына осындай жемістерді қойып шықтым және әртүрлі посыпкаларды қолдандым. Осымен біздің ауызашар шайына арналған өте дәмді, жұп-жұмсақ, шоколад пен банан керемет үйлесетін тортымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қараңыздар қалай жұп-жұмсақ болып шыққан. Енді осы тортпен ішетін Ташкент шайын бірге дайындаймыз. Бұл шайды кейде махаббат шайы деп те атап жатады. Қалай аталса да сізге ұнары сөзсіз. Бұл ерекше шайды дайындау үшін бізге 1 шай қасық қара шай және 1 шай қасық көк шай қажет болады. Сондай-ақ жалбыз жапырақтары мен лимон, апельсин тілімдері, дәміне қарай нават қажет болады. Мен шайды 1,5 литрлік шайнекке демдейтін боламын. Ең алдымен шайнегіміздің ішіне 1 шай қасық қара шай және 1 шай қасық көк шайымызды саламыз. Келесі кезекте лимон және апельсин тілімдерін салып шығамыз. Апельсинді салу міндетті емес, жоқ болса салмай қойсаңыздар да болады. Одан кейін шайымызға мятаны, яғни жалбыз жапырақтарын салып шығамыз. Шайға өте ерекше дәм, иіс береді. Осындай балғын түрін немесе кепкен түрін қоссаңыздар да болады. Ең соңында дәміне қарай, тәттілігіне қарай науатымызды салып, үстінен қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, шайдың қақпағын жауып 2-3 минутқа бұқтырып қойып қоямыз. 2-3 минуттың ішінде шайдың түсі де жақсы шығады, сондай-ақ наватымыз да толықтай еритін болады. Осымен шайымыз дайын, кесеге құйып іше берсеңіздер болады. Көріп тұрғандарыңыздай түсі өте керемет, дәмі де жақсы болып шығады. Тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын, шайларыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Нұрзина.